Аңсы бараманға ешқашан қуанбаймайды, жүрегім жыр болмайды, өмірім орнаймайды. Анасы бараманға ешқашан қуанбаймайды. Міне, қазақтың ханымы сіздер, қазақтың анасы сіздер, тарихы сіздер, көз жасы сіздер, қуанышы сіздер, үміті сіздер, болашағы сіздер. Қазақ үшін жаны ауыратын, шырылдайтын мықты қазақтың қыз-келіншектері, аналары, әжелері бас қосып, бұрынғы өзіміздің даланың ене мен келіндердің институтын қалыпқа келтірмесе, осы кеткен осындай көрсетіліп жатырмын. Қыстауға кішкене қалыңдау қылып жасап жатырмыз. Таза жүнді астымызға төсесек, үстімізге жабылсақ, біздің мына табиғатымыз бұзылмайды. Мына давление дегеннің бәрі синтетикадан шығып жатыр. Әжелер басқа қолымнан келмейді десеңіздер де, мына жүннен балаларыңызға, өздеріңізге ұлтарақ жасап алсаңыздар. Ұлтарақтың пайдасын барлықтарыңыз жақсы білесіңдер. Шетелден кеше ана бір кісі айтып жатыр, 250 мыңға алып келген осындай печворк дейді ғой, құрақ қой қазақша. Осындай жеке не өздерің тігіп алсаңдар. Ел болың десең бесігіңді түзе дейді, сол бесік тербететін адамның өзі түзу болмаса, ол бесік тербеткен жайына қалады. Өте ұят нәрселер болып жатыр. Қазаққа жат нәрселер болып жатыр. Мен шынымен де қазіргі біздің еліміздің басында тұрған жағдайға мен қатты толқимын. Не болар екен біз деп ше? Осы аналардың ақ жаулығына тоқтай салатын намысты балалар бар ма бізде қазір? Осы мәселені біздер көтеруіміз керек. Біздер бір күн бармыз, бір күн жоқпыз, иә? Өмір болғаннан кейін кетеді ертең. Ана Зейнеп апалар жүр. Солардың бәрін, мысалы, әрқайсымыздың үйінде, мысалы, білмеймін, өзіміз бас қосып па, қарағыз шығарып па, сондай бір бас қосатын жер бол. Осыны бір үгіттеп, насихаттайтын жер болса шіркін деген менде бір арман бар. Сіздерменен дидарласып, сіздерден бір шынымды айтайын, мына жерім қатты сондай қуанып тұр. Өйткені сіздердің бір жып-жылы махаббаттарыңыз, мейірімдеріңіз мына жер кәдімгі нұрландырып тұр. Иә, мен ғажап жанмын. Даладай кеңдігім бар, жайқалған гүлдерімді сындырып солдырмаңдар. Өртенген, күйген, піскен көңілімді жалпылдатып болмашы дүниенің пәсімен құлатпаңдар, ей адамдар.